Соғымды, яғни етті қалай жайғастыруды білмесеңіз, онда осы видео дәл сізге арналады. Сәлем менің достарым, мен сіздерге бір жілік етті қалай жайғастырдым, өзімнің әдістерімді сіздермен бөліскім келеді. Басекең, яғни жолдасым осылай еттің барлығын боршалап береді, яғни сүйекті етінен ажыратып, сүйектерді бөліп, осылай боршалап, бір жілік етті майдалап береді. Мен осы еттердің ішінен асылатын етті, яғни бешбармақ жасалатын етті, сорпалық және қабырғаларды, қаракесек еттерді, майларды барлығын шетінен бөліп шығамын. Бұл жолы қайнататын сорпалық сүйектер аз екен, қабырғасы өте көп және де қаракесек еттері өте көп екен. Осы қаракесек еттерінің көптігін пайдаланып, фаршқа етті бөліп алдым, майын бөліп алдым, және де бешбармақ жасалатын сүйектерді шетке бөліп алдым. Міне көріп тұрғандарыңыздай бөліп алған еттерімді, міне май тұр. Бірінші көрсеткен етім, міне дәл осы, бұл фаршқа арналған қаракесек ет. Қаракесек еттердің барлығын осылай бөліп алдым. Міне қабырғалардың бәрін арнайы пакетке бөлек саламын. Еттердің барлығын бөліп алдым. Енді күнделікті тамаққа пайдаланатын еттерді дәл осылай пищевой пленка орап, морозилькаға қатырып алып, дана-дана қатқан еттерді пакетке салып қойдым. Сонда бір-біріне жабысып, суланып қалмайды. Алған кезінде де керекті 2 штук керек па, 3 штук керек па, шетінен алып осылай жасауға өте ыңғайлы болады. Және де еттің бір бөлігін осылай маринадтадым. Бұған зира, яғни зіре дейміз, кориандр және чеснок, тұз, осылардың барлығын араластырып мариновать етіп қойдым. Міне жаңағы көрсетілген еттерді осылай пакетке бөліп салдым. Қаракесек ет, міне қабырғаларды, қап деп сыртына жазып қоямын, өзіме түсінікті болу үшін. Бұлардың бәрі қабырғалар. Палауға керек болса, сорпаға керек болса шетінен алам. Ал бешбармақ жасалынатындарды, асылатын еттерді беш деп пакеттің сыртына дәл осылай жазып қоям. Ал мына көріп тұрған бауыры таза шықты. Бұл жылқының етінің бауыры таза шықты. Енді келесі бір видеоларда сіздерге осыдан жасаған бауыр пирогымды көрсететін боламын. Енді осындай майлар қалып кетеді. Жылқының шек майлары өте дәмді болады. Самсаға қосса да, орама ханымға қосса да, мантыға қосса да дәмі өте керемет болады. Морозильниктің түбінде босқа жатпау үшін сіздерге ұсынарым, дәл осылай мясорубкадан өткізіп аласыздар, яғни ет тартқыштан дайын болған майды осылай одноразовый стакан, яғни пластмасс стакандарға жарты-жартыдан құйып тастайсыздар. Кез келген уақытта мантыға, орамаға болсын пайдалана бересіздер. Енді артынан қаракесек еттерді шетінен бір жуып алып, шетінен өткіземін. Дайын болған фарштардың барлығын, мінекей фарш дайын болды. Енді осы бетіндегі қаракесектерін тефтелиге, тек қана қаракесек фарш қана пайдаланылатын тағамдарға арнап, арнайы пакетке салып, дайындап аламын ең бірінші. Бұл майы жоқ фарш, Енді осыған манты жасайтын болсам, жаңағы ет тартқыштан, яғни мясорубкадан өткізген майды дәл осылай араластырып қоям. Бұл манты деген енді дәмді болады. Жылқының іш майы қосылған манты енді супер дәм болады. Міне достарым, мен сіздермен өзімнің әр ет алған кезінде пайдаланатын әдістеріммен бөлістім. Егер менің әдістерім ұнаған болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Алдағы уақыттарда көптеген сіздерге рецепттермен, осындай өзімнің пайдаланатын әдістермен бөлісетін боламын. Ас болсын, мен сіздерді жақсы көремін.